соны бөлінбейтін, бұл біздің майдагерлер жеңілмейтін, бейбітшілік бақытты сақтап келген бас иеміз елерге елімдейтін. Мен тәуелсіз Қазақстан елімнің ұланымын. Біз соғысты білмеген ұрпақпыз. Отанды құтқарғаны үшін батырларға, аталарымызға, бауырларымызға әр қашан алғыс айтамыз. Олар үшін біздің өміріміз, балаларымыз бен немелеріміздің өмірі үшін әр қашан қарыздар боламыз. Ел есімі әр қашанда ел есінен кетпейді. Аталарымыздың ерлігі біздің жүрегімізде. Ешкімде ештеңе ұмытқан жоқ. Сіздер үшін жеңіс қымбат бағамен алынды. Ұлы Отан соғысы жылдары халық жадында ешқашан өшпейді. Соғыс халық үшін ең үлкен бақытсыздық қана емес, ол адам руханилығының, патриотизмнің ең жоғарғы көтерілуі. Соғысып жатқан ұрпақтардың тарихи терең түсінігі болды. Жастық шағында олар үлкен қиындықтарды бастап кешірді. Олардың барлығы достарының қайғылы өліміне куә болды. Біреуі жарақат алды, барлығы су траншеяларда жатты. Бірнеше күн ұйықтамай ыстық тамақ көрмеді. Біздің ауылда Гази Сүлейменұлы Қасеновтың бастамасымен және жетекшілігімен мемориалды тақта ашылды. Бұл ескерткіш 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығының Ұлы Отан соғысының ардагеріне арналды. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығында мерейтойлық медалі тыл еңбеккері, соғыс ардагерінің жесірі, ауылдың қарт адамы менің әжем Алима Мұхамдиевқа берілді. Менің атам Мұхамдиев Жақпар Аяпбергенұлы, Ұлы Отан соғысының ардагері. Соғыста 3 рет жаралы болып, 3 рет қайта барған батыр. 1922 жылы 7 мамыр Октябрьский ауылында туған. Біздің мақсатымыз ерлік пен батылдықты отанға және олардың аға буын адамдарына деген адалдығын еске алу. Олардың әскери және еңбек жолын әрдайым жас ұрпаққа үлгі ретінде болдыру. Біз сіздердің жеңіске қандай бағамен жеткенімізді және қандай бағамен құтқарғанын ұмытпаймыз. Қанша жыл өтсе де, отаны үшін жанқиярлықпен қорғап ерлік жасаған жандарды ұмытпаймыз. Отбасы біздің отанымыздың жүрегі. Тарих сағаты орындаған Көктал жалпы білім беретін мектебінің 7 сынып оқушысы Мұхамдиева Алина. Менің атам Мұхамдиев Жақпар. Соғысқа 3 кіріп, 3 рет жаралы болды. Старая Русь 8 май 1942 жылы, Беларусь 21 июль 1943 жылы, Кенсберг 14 январь 1945 жылы. Қазір победа өзі келген сияқты. Енді Құдай ол соғысты көрсетпесін. Баламның баласына деп жазды атам. Әрине, мемориалдық тақта үлкен тарихи маңызы бар жоба. Өткені гранит тасқа Көктал ардагерлерінің есімдері оюланған. Отан алдындағы қасиетті борыш туралы, теңдесі жоқ ерлік пен намыс туралы, өмірі құндылықтар туралы, алыс майдан және ұлы жеңіс туралы көп нәрсе білуге мүмкін. Бұл игі іс ардагерлерге жасалған құрмет, отанға деген сүйіспеншілік пен жоғарғы патриотизмнің жақсы үлгісі. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығында мерейтойлық медалі тыл еңбеккері, соғыс ардагерінің жесірі, ауылдың қарт адамы менің әжем Алима Мұхамдиеваға берілді. Менің әжем 2020 жылы 95 жасқа келіп, Ұлы Отан соғысының 75 жылдығын тойлады. Ұлы Отан соғысының батыры менің атам Мұхамдиев Жақпар Аяпбергенұлын мәңгі есте сақтап тағзым етемін. Болашақта менің балаларыма, немерелеріме осы құнды тарихты жеткіземін деп ойлаймын. Мен оның шөбересі Мұхамдиева Алина тәуелсіз Қазақстан бейбіт елінде өмірге келдім. Осы күнге дейін сақталған атамның күнделігіне ғана атамыздың қиын кездерінен өткен соғыс окоптарынан жатқан
елі мен отаны үшін жан беруге дайын болғанын сезініп көзіме жас аламын. Тіпті кейде сол зұлым соғысының ішінде жүрген сияқты боламын. Соның өзінде бойымда үлкен қорқыныш пайда болады. Ал атам ше, сол кезде оның жасы 19 жаста ғана еді ғой. Қазіргі жастар әскери борышын өтуден қашқақтаса, олар отан үшін қолдарына бірінші рет қару алып, еш ойланбастан аттанған. Әжем атамның қалай жаралы болып қайта кеткен кездерін еске алады.